Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жалпы ағаштарды қанша уақытта суару керек? Оның арасы қанша күн болу керек деген сұрақтар өте жиі түсіп жатады. Оны анықтайтын бір оңай жолы бар. Өйткені әр жердің топырағы әртүрлі, гранулометриялық құрамы да әртүрлі. Сол үшін оны бір кесіп айта алмаймын. Сол үшін жеке-жеке тексеріс талап етеді. Мен қазір соның бір әдісін көрсетіп өтейін. Қазір біз бір алма бағын отырмыз. Ол үшін мынандай бір ыңғайлы машина бар. Көшеттің жан-жағында біз топырақты алып қысып көреміз. Салақан. Жерге тастайсыз. Жерге тастаған кезде мүлдем шашылып кететін болса былай, оны суару керек деген сөз. Ал егер де мынау сияқты кесекті көрінетін кесекте, онда ол қазірше су бар деген сөз. Оны суарудың қажеті жоқ деген сөз. Яғни кейде біз жанашырлықпен өте жиі суарып, жеміс ағаштарымыздың жалпы тамырын оттегімен қамтамасыз етуін тек тастаймыз, сосын ол солып жатады, немесе жапырақтар сарғайып өліп жатады. Яғни осыны ескеріп, осыны пайдаланып болсаңыз, бұл сізге өте күшті бір бұл тәсіл мықты құрал болады. Суарудың режимін анықтау үшін. Сондықтан осы астына қалдырыңыздар, жауап беруге қашанда дайынбыз.